Әкімдердің халықпен кездесулері жалғасуда. Шаһар басшысы номері 8-ші аумақтық округтың тұрғындарымен кездесті. Бұқара мен билік өкілдері бас қосқан жиында нендей мәселелер көтерілді? Толығырақ алдағы сюжетке зер салыңыз. Әуелі округтың бас инспекторы Сағындық Үсіпбеков өткен жылы атқарған ауқымды жұмыстар жөнінде баяндады. Баяндамашының сөзіне сүйенсек, былтыр Нұрлы жер бағдарламасы аясында Мыңбұлақ ықшам ауданындағы номері 27А және номері 32-ші көпқабатты тұрғын үй жөндеуден өтті. Сондай-ақ округке қарасты Талас ықшам ауданы, номері 19, 20 Самал ықшам ауданы, номері 12, 14 Салтанат ықшам ауданы, номері 10-шы көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын абаттандырылып, Самал ықшам ауданындағы тұрғын үйлердің және жаяу жүргіншілер жолына түнгі жарық шамдары орнатылыпты. Келесі кезекте тұрғындар көкейдегі сауалдарын жолдады. Айталық, мұндағы жұртшылықты Талас ықшам ауданы, номері 25-ші, 29-ші тұрғын үйлерге барар жолды кеңейтіп, автокөлік тұрағы мен жаяу жүргіншілер жолын орнату. Сейфуллин, Шостакович, Рысқұлов, Әл-Фараби көшелерінің бойында орналасқан орындықтарды және қоқыс тастайтын шашықтерді қалпына келтіру. Салтанат ықшам ауданы номері 1-ші үйдің ауласына футбол алаңшасын салу секілді мәселелер толғандырды. Нас интересует водоем, который находится, когда выезжаешь из микрорайонов в город. Мені қызықтырған мәселе бұрынғы пионер су қоймасы. Қазіргі таңда сол су қоймасы пайдаланусыз тұр. Соңғы рет өткенде ол жерде толықтай шөп өсіп кеткен еді. Сіздерден сұрағанымызда бұл жерде шомылуға болмайтынын айтқан болатынсыздар. Осы су қоймасының қазіргі мақсаты қандай? Ол қала әкімдігінің балансында ма, немесе жалға берілген бе? Жаз мезгілінде ауа райы ыстық болады. Көптеген адамдар ақылы орындарда шомылуға мүмкіндіктері жоқ. Сондықтан бұл су қоймасының ашық әрі қолжетімді болуы маңызды. Өз кезегінде әрбір өтініш тілекті мұқият тыңдаған шаһар басшысы барлық мәселе назардан тыс қалмайтынын баса айтты. Бұл табиғи емес, жасанды көл. Оны барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Зербұлақ аумағында қазір аквапарк, одан кейін қала тұрғындарына демалыс орындары, одан кейін көл биыл пайдалануға берілді. Бұның барлығы біз мынау инвестициялық жоба ретінде кәсіпкермен келісімшарт жасай отырып кәсіпкерге бергенбіз. Негізі, құрметті қала тұрғындары, біз қазір нарықтық заманда өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан ол бәсекелестік орта, қызметтің барлығы ақылы, тегін деген нәрсе жоқ. Мемлекет тарапынан мынау қолдауды қажет ететін әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына әлеуметтік көмек қана көрсетілу керек. Ол мемлекеттің жауапкершілігі. Айта кетейік, бұдан кейін шаһар басшысы тұрғындарды жеке сұрақтарымен қабылдады. Тахмина Тәліпжан, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақпаев, 7-7 Ньюс.